20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Қазақстанның зейнетақы жүйесі ақша жинаумен бірге оны көбейтуді де көздейді. Халықтың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаржысы үздіксіз жұмыс істеп салымшыларға сыйақы әкеледі. Бұл қор активтерін әртүрлі қаржы құралдарына инвестициялау нәтижесінде жүзеге асады. Яғни сіздің ай сайын қорға аударған ақшаңыз түрлі облигацияларға, шетел валютасы мен депозиттерге салынып, еселеніп отырады. Салымшылардың ақшасын инвестициялау ұлттық банктың құзырында. Сондай-ақ зейнетақы активтерінің бір бөлігі шетелдік инвестициялық компаниялардың басқаруында. Бұл туралы Зейнет КЗ жобасының жүргізушісі Лимара Салих толық айтып береді. Лимара, сөз өзіңізде. Рахмет, әріптестер, кеш жарық. Зейнетақы активтерін жеке компаниялардың басқаруына беру туралы ұсыныстар алғаш рет 2015 жылы айтыла бастады. Ал 2018 жылдың наурызында жоспар жүзеге асты. Алғашқы 220 миллион доллар дамушы нарықтардың жаһандық облигациялар мандатымен британдық Aviva Investors компаниясына берілді. Бұл компанияның басқаруындағы инвестициялық портфель дамушы елдердің мемлекеттік және квази-мемлекеттік облигацияларынан тұрады. Осы тәрізді мандат бойынша ұлттық банктың алтын валюталық активтерін ең тиімді басқарушы ретінде дәл осы компания таңдалды. Көп ұзамай түскен инвестициялық табыс бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор салымшыларының шотына аударыла бастады. Бұл активтерді басқару қалай жүргізіледі және оның нәтижесінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшылары қандай пайда көреді? Бұл Әсет. Ол Алматы емханаларының бірінде дәрігер. 20 жылдан бері Әсеттің жеке зейнетақы шоты жалақысының жалпы сомасының 10% мөлшеріндегі міндетті зейнетақы жарнасымен толықтырылып келеді. Ақша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына түседі. Басқа салымшылардың қаржысы сияқты Әсеттің де жинағы инвестицияланып отырады. Бұрын қордағы қаржыны тек ұлттық банк инвестициялап келсе, енді бұл міндет портфельдік инвестиция саласында әлемдік көшбасшы ретінде танылған ірі инвестициялық компанияларға да жүктелді. Инвестициялау нәтижесінде салымшылардың шоттарындағы қаржы да өзгеріп отырады. Осылайша Әсет ауруханада адамдар өмір үшін арпалысқа түсіп жүргенде, оның зейнетақы жинағы ішкі және сыртқы қаржы нарығында тынбастан жұмыс істеп, көлемін арттыра түсуде. Қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін инвестициялаумен 5 басқарушы компания айналысады. Басқаруға берілген ақша көлемі 1 миллиард 270 миллион доллар. Бұл қаржы қалай үлестірілген? 220 миллион доллар Aviva Investors'те болса, 300 миллион доллар PGIM Limited'ке, 400 миллион доллар Principal Global Investors компаниясына корпоративтік облигациялар мандатымен берілген. Ал 250 миллион доллар HSBC Global Asset Management'ке және 100 миллион доллар Rebecca Institutional Asset Management компанияларына жаһандық акциялар мандаты бойынша берілген. Ал таңдалып алынған компаниялар мен қор активтерінің сенімділігі жөнінде зейнетақы қорының өкілінен сұрайтын боламыз. Сонымен бізбен байланыста бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы тәуекел менеджмент департаментінің директоры Ләззат Әмірғалиева. Сәлеметсіз бе, Ләззат? Неге нақты осы 5 компания таңдалынып алынды және оларға қаншалықты сенуге болады? Ол компаниялардың табыстылығы жөнінде де айта кетсеңіз. Сәлеметсіз бе? Барлық таңдап алынған компаниялар маңызды инвестициялық тәжірибеге, қажетті инфрақұрылым мен сараптамаға ие. Аталған компаниялардың басқаруында бүкіл әлем бойынша клиенттердің қаржылары жатыр. Бұл ретте естен шығармау тиіс нәрсе активтердің берілуі қаржының нақты аударылуы емес. Осы компанияларға активтерді басқару өкілеттігін беру екенін есте сақтау қажет. Осылайша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сыртқы сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы активтері Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің жаһандық банк кастодиан банкінде ашылған шоттарында қала береді. Және олар толық бақылауда болады. Естеріңізге сала кетейік, 2020 жылдың 1 тамызында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының шоттарында 12,1 триллион теңге сомасында зейнетақы жинақтары қалыптастырылған. 2019 жылдың 1 тамызынан бастап, 2020 жылдың 1 тамызына дейінгі бір жыл ішінде сома 1,9 триллионға, немесе 19%-ға өсті. Бұл сомаға зейнетақы жарналары мен инвестициялық табыс кіретіні бәрімізге аян. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 1 тамызына дейінгі аралықта бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының шоттарына
752,98 миллиард теңге таза инвестициялық табыс есептелді. Ол 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 389,77 миллиард теңгеге артық. Активтерді ұлттық банк басқарған және Қазақстанда жинақтаушы зейнетақы жүйесі қолданылған уақыт ішінде инвестиция есебінен қанша табыс алынды? Зейнетақы активтерін 2014 жылдан бастап 2020 жылдың тамызына дейінгі ұлттық банк басқарған кезең ішіндегі қамтамасыз етілген инвестициялық табыс мөлшері зейнетақы жинақтарының жалпы көлемінің 33%-дан астамын немесе 4 триллион теңгені құрады. Ал Қазақстанда 1998 жылы жинақтаушы зейнетақы жүйесі енгізілген күннен бастап 2020 жылдың 1 тамызына дейінгі кезең ішінде таза инвестициялық табыс 5 триллион теңгеден асты. Рахмет, сіздің жауабыңыздан кейін қор салымшылары өз жинақтарының қауіпсіздігіне ғана емес, олардың көбейетініне де сенімді болады деген ойдамыз. Мендегі мәлімет осы, эфирде келесі кездескенше.